Мен Бекмағамбетова Гүлмира Таңмовна, Жарқайың ауданы Державин қаласы Балдырған бөбекжайының педагог зерттеуші санатындағы тәрбиешісімін. Мен мектепке дейінгі және бастауыш білім беру одағы үздік тәжірибе байқауының қатысушысымын. Менің тобым Ақбота мектепалды тобы. Біз ауданымыздың Ақпан Үкібаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебімен сабақтастықта жұмыс жасаймыз. Бүгінгі байқауға қатыса отырып, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтары мен бастауыш сынып мұғалімдерінің өзара әрекеттесуінің үздік тәжірибесін ұсынғалы отырмын. Қазіргі білім беру кеңістігінде мектепке дейінгі және бастауыш білім беру арасындағы сабақтастық баланың тұлғалық дамуы мен оқу әрекетіне сәтті бейімделуінің негізгі шарты болып табылады. Осыған байланысты мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтары мен бастауыш сынып мұғалімдерінің өзара тығыз ынтымақтастығы білім сапасын арттырудың маңызды бағыты ретінде қарастырылады. Ұсынып отырған тәжірибе мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп арасындағы жүйелі өзара әрекеттестікті ұйымдастыруға бағытталған. Негізгі мақсат балалардың мектепке психологиялық, әлеуметтік және танымдық тұрғыда дайын болуын қамтамасыз ету. Ауданымыздағы жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімдері мен бірлескен әдістемелік отырыстар өткізілді. Бұл отырыстарда оқу бағдарламаларының мазмұны, білім беру тәсілдері және күтілетін нәтижелер талқыланды. Балалар, біз бүгін білім ордасы Ақпан Үкібаев атындағы орта мектепке саяхатқа келдік. Ертең балабақшаны бітіргеннен кейін осы мектептен білім алатын боласыңдар. Нәтижесінде оқу әрекетіне қойылатын талаптардың бірізділігі сақталды. Балалардың мектепке оңтайлы бейімделуін қамтамасыз ету мақсатында тәрбиешілер мен бастауыш сынып мұғалімдері бірлескен іс-әрекеттер өткізілді. Олар ойын түріндегі оқу іс-әрекеттерін, танымдық және шығармашылық шараларды қамтиды. Бұл балалардың мектеп ортасымен ерте танысуына мүмкіндік берді. Сонымен қатар педагогтар бір-бірінің сабақтарына қатысып, оқу үдерісін бақылау және талдау арқылы өздерінің кәсіби тәжірибелерін жетілдірді. Сендер сияқты мына балаларда кішкентай болып балабақшада бізде тәрбиеленген балалар. Енді қараңдаршы, үлкен балалар болып мектепте білім алып жатыр. Болашақта сендер де осындай мектепке келіп білім аласыңдар. Жарай ма балалар, солай ма? Ендеше балалар, бізде бүгін қолымызда кітаптарымыз бар, өзімізбен бірге әкелген. Осы досыңа кітап сыйла акциясымен мектеп қабырғасындағы оқушыларымызға кітап сыйлай қойдық. Сонымен қатар ата-аналарға балалардың мектепке дайындығы, психологиялық қолдау көрсету және үй жағдайында оқу әрекетін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңестер берілді. Жүргізілген жүйелі жұмыс нәтижесінде балалардың мектепке деген қызығушылығы айтарлықтай артты. Оқу әрекетіне деген оң көзқарас қалыптасты. Педагогтар арасында кәсіби ынтымақтастық пен өзара қолдау күшейді. Осылайша мектепке дейінгі және бастауыш білім беру арасындағы сабақтастық толық қамтамасыз етілді.